Құрметті ұстаздар, сәлем. Сіздермен Асқар Мақсатұлы, Дарын онлайн платформасының негізін қалаушыларының бірі. Бүгін біздің қозғайтын тақырыбымыз ол қаржыны қалай үнемдеу керек, қаржымен қалай жұмыс жасау керек. Сол бойынша сіздерге өзімнің кеңесіммен бөлісетін боламын. Кеттік. Қаржыға байланысты ең маңыздысы ол қаржыны табу. Егер де сіздің қолыңыздан жақсы қаржы табу келсе, онда супер. Сіз ең негізгі мәселені шешіп тұрсыз. Көп адамдарда сол қаржыны табудың өзі проблема болып жатады. Бірінші деңгейде ол қаржыны тауып алдық. Енді келесі кезекте не істейміз? Ары қарай оны қалай жұмсаймыз? Көп адамдарда қаржылық сауаттылық болмағандықтан хаотично болып жатады, көп нәрсе қарыздарды беріп жатады, әйтеуір келесі айға жетпей жаңа қарыз алып қояды. Сонымен апта аяғында не ақша қалды, не ақша қалмады, все түсініксіз. Ақша жинау бойынша адам 4 типке бөлінеді. Бірінші типтегі адамдар, олар мүлдем ақша жинау керек емес деп ойлайды. Екінші типтегі адамдар, олар ақша жинау керек дейді, бірақ та ақшалары жиналмайды. Үшінші типтегі адамдар, олар ақшаны жинайды, бірақ бір мезетте келген кезде бүткіл жинаған ақшаларын құртып жібереді. Төртінші типтегі адамдар, олар ақшаны жинайды, қалдырады, бір уақыт өткеннен кейін оны жаңа кәсіпке салып, ақшаға деген жаңа потоктарды ашып, бірнеше жерден ақша айналымын жасайды. Сіз қай типтегі адамсыз? Комментарийға жаза кетіңіз. Сәкен, сен қай типтегі адамсың? Үшінші типтегі ма? Ақша жинап, бірақ бір уақытта бәрін құртып тастайды. Енді қараңыздар, бұл неге байланысты? Соответственно, бірінші типтегі адамды мен айтатын болсам, бізде мынандай бір жақсы сөз бар. Мысалы, сіз айына бір айлық алдыңыз, сол айдың аяғына дейін айлық бітпей қалса, жетпей қалып сіз қарыз алсаңыз, онда сіз финанс жағын сізде мүлдем нашар. Егер де сіз белгілі бір айлық алып, ол айлықты соңына дейін түйтілкі бәрін есептеп точ жеткізіп, мысалы 100 мың алдыңыз, бір айдың ішінде 100 мыңды құртып бітсеңіз, онда сіз есеп қой, расчетлі адамсыз. Егер де сіз бір ай бойы зарплата алып, оны айдың соңына дейін белгілі бір деңгейін құртып, одан тағы да бір сізде ақша қалатын болса, онда сіз экономный адамсыз. Төртінші типтегі адамды қалай айтамыз? Сонда сіз белгілі бір ақша сіз жинап, бір айдың ішінде ақша таптыңыз, соны өзіңіздің барлық керек жарақтарыңызға жіберіп, одан қалған ақшаны тағы да ақша қылып жинап, одан да көп ақша табатын болсаңыз, онда сіз кәсіпкерсіз немесе ақшаға мықты бейім адамсыз. Сәкен, сен осы төртеудің қайсысың? Үшіншісің ба? Түйтілкі бәрі, иә? Или қалай? Жинап қояды. Еще кішкене қалады. Бәрін шашты. Ладно, в общем. Енді осы форматтардың ішінен сіз өзіңіз қайсысына жатасыз, соны комментарийға жаза кетіңіз. Бүгін көбірек интенсив болып кетті. Енді инструментке келетін болсақ, ақшаның иісі бар деп айтады, ақшаның ол энергиясы бар. Ақша бірінші орында қалай табылып жатыр? Негізі дұрыс жолмен табылған ақша ол берекелі болады, әркез көбейеді. Ал дұрыс емес жолмен келген ақша ол міндетті түрде өзінің басқа шығындарымен кетіп қалады. Мен ұстазым айтатын, харам ақшамен отбасыңды ешқашан тамақтандырма деп. Яғни ол сіз дұрыс жолмен келмеген ақшаны егер отбасыңызға апарсаңыз, бала шағаңыздың ауырып қалуы немесе үйдегі берекесіздіктің барлығы сол дұрыс емес жолмен келген ақшадан да болуы мүмкін. Сол себепті ақшаның иісі бар, ақшаның энергиясы бар деген осыған дәлел. Енді келесі модель счета деген ұғымды түсіндіргім келіп отыр. Яғни маған ақша келген кезде мен бірден оның 2,5%-ын қайырымдылыққа жіберемін. Мұсылмандарда 2,5%, христиандарда ол 10%-ға дейін кетеді. Одан кейінгі ақшамның белгілі бір 10%-ын мен ата-анама беремін, анама, әкеме. Не себепті? Өйткені ол кісілер, әке-шешеңіз сіздің достаткада жүргеніңізді, сіздің қалтаңызда ақша бар екенін қай кезде сезінеді? Сіз оған ақша бере бастаған кезде, көңіл бөле бастаған кезде ғана, менің баламның значит жағдайы жақсы, өзіне ақшасы артылғаннан кейін маған беріп жатыр екен деген сізге деген жақсы ойлар болады. Сол себепті мен ата-анама екінші орында беремін. Қалған ақшаның біз 10%-ын
оны болашаққа жұмсаймыз. Яғни болашақ біздің үш финансовый этаптар бар. Соның қай этабында соған байланысты сіз 10%-ын болашаққа экономдап сақтап отыру керексіз. Ал 10%-ды ол развлечение, кейбір адамдарда ол 20% болуы мүмкін. Соған байланысты сіз өзіңіз, развлечение деген ол қалай? Ай сайын егерде сіз өзіңіз қалаған нәрселер істемесеңіз, сізде эмоционалды түрде выгорание пайда болады. Сіз жұмысқа да барғыңыз келмейді. Яғни сіз ақша тапқаннан кейін сіздің денеңіз ақша тауып жатыр, соответственно сіз денеңізді рахаттандыру керексіз. Денеңізге өзін рахметіңізді, алғысыңызды айтпасаңыз, ол денеңіз келесі айда ауырып қалуы мүмкін, немесе сізге бір ақша табуға мүмкіндік бермеуі мүмкін. Сондықтан осы развлечение деген ол сіздің денеңіздің рахатыңыз үшін жұмсалатын қаржыны айтамыз. Енді қалған ақшаны сіз екіге бөлсеңіз болады. 45-те 55, 55%-ын біз оны өзіміздің немізге жұмсаймыз, күнделікті расход, тамақ и так далее. Ал 45%-ды біз екіге бөлетінбіз. Яғни ол қалай бөлінеді? 45%-ды 100% дейміз да, оны 80%, 20% деп екіге бөлеміз. Сонда оның 80%-ы капитал деп аталады, и ол неге жұмсалады? Ол сіздің болашақ бизнесіңізге жұмсалады. Ал қалған 20%-ын біз тағы да екіге бөлетінбіз. Оны 50-де 50, ол 10%-ы ол болашақ үлкен арманға, және 50%-ы кіші арманға. Үлкен арман деген ол үй, машина и так далее, ал кіші арман деген тезірек, мысалы стиральная машина болуы мүмкін біреуде, либо біреуде армандағы кішігірім джинсы секілді. Сондай осы этаптармен біз ақшамызды бөліп жұмсап, осылай біз пайдаланамыз. Осы модельді де сіздер өздеріңіз пайдалансаңыздар болады, пайдасын береді міндетті түрде. Ең бастысы, мен бағана айтып кеткем, 10% болашақта ол керек жинаймыз деген. Соны түсіндіре кетейін. Ең бірінші финансовая защищенность деп аталады. Защита деген қорғаныс, иә. Яғни сіз елестетіңізші, бір күннің ішінде, мысалы карантин секілді алдындағыдай ақша потоктарының барлығы тоқтап қалды. Сіз жұмыстан шығып қалдыңыз, немесе бір белгілі жағдай болып, Құдай сақтасын, бірақ сіз ай сайынғы өзіңіздің доходыңыздан айырылып қалдыңыз. Сіз не істейсіз? Сіз өзіңіздің қазір жинап қойған ақшаңызбен қанша уақыт өмір сүре аласыз? Вот сол сұраққа. Сізде қанша қор бар? Көбісі оны черная касса деп айтып жатады, бірақ ол сөз бізге ұнамайды. В целом сол сіз жинап қойған ақшаңыз қанша айға жетеді? Вот осыны біз финансовая защита деп атаймыз. Енді ол дегеніміз не? Яғни сіз өзіңіздің, мысалы, бір айда 100 мың теңге сіздің барлық расходтарыңызға кететін болса, сіз 6 айға өзіңіз защита жасап қою керексіз. Яғни 6 айға ол 600 мың теңге. Вдруг егер бір жағдай болып қалатын болса, сізде бір жерде 600 мың теңге тұру керек. Сіз 6 ай бойы өзіңізге тамақ, үйіңізді төлеп, тағы да бір келесі жұмыс тапқанша, немесе тағы бір бизнес ашқанша өзіңізді страховка жасай алу керексіз. Бұл бірінші этап. Екінші этап ол финансовая безопасность дейді. Яғни сізге ол этапта ай сайын 100 мың теңге сіз ақша керек болса, сіз есептеңіз, 100 мың теңгенің 12%-ы қанша? Давайте бірге есептейік. То есть сіз былай есептейік, ол жерде біз сізге қандай да бір кәсіп жасадыңыз деп есептейік. Сол кәсіптен сізге ай сайын автоматын 100 мың теңге түсіп тұр. Ол мысалы көп жағдайда сіз кәсіпке 100 мың теңге ай сайын түсіріп тұретін кәсіп жасау үшін сіз бір вложение жасау керексіз ғой. Немесе біз оны қазіргі жағдайда мен сізге банкпен есептейін. Мысалы банкте қазір бізде Каспий банкта 14% бізде не? Жылына 14% не бар? Депозит бар. Дұрыс қой, мысалы, енді елестетіңіз. Сізге жылына 14% депозит дегеніміз ол қанша теңге? Мысалы, оны есептеу үшін былай жасайық. Сізге ай сайын 100 мың теңге дивиденд түсіп тұру керек. Сонда 100 мың теңгені сіз қанша көбейтесіз? 12-ге көбейтесіз. Соответственно, бір жылдың ішінде 1 миллион 200 сізге түсу керек. Бұл егерде 14% болатын болса, сізге қанша теңге табу үшін сіз бұны бөлесіз 0,4-ке. Сол кезде сізде 8 миллион 571 мың шығады. Сол кезде қараңыз, егерде сіз 8 миллион 571 мың теңгені алыңыз да банкке апарып салып қойыңызшы,
осы 8.571.000 теңгеден жылына сізге 0,14%-дан түсіп отырады, яғни 1.200.000 түсіп отырады. Айына есептесеңіз 1.200.000-ді 12-ке бөлсеңіз 100.000 шығады. Сол кезде финансовый безопасный болу үшін сізге главный осы 8.500.000 жинау керек, и оны сіз банкке апарып салып қою керексіз. Ай сайын процентіне сіз безопасный жерде тұрасыз. Даже сіз ертең бұның сути неде? Сіз даже жұмыс жасамасаңыз да, сізге ай сайын 100.000 теңге түсіп тұр. Сіз мысалы ештеңке жасамай өзіңіздің расходтарыңызды жауып, осылай өмір сүре берсеңіз болады. Бұл екінші этап, яғни финансовый безопасность. 8.500.000 теңге сіз ай сайын ештеңке жұмыс жасамасаңыз болады. Енді үшінші этап ол финансовая свобода деп аталады. Сәкен, вот саған қанша теңге керек, чтобы сен бір айда шалқып-балқып өмір сүру үшін? Прям барлық сенің хотелкаларың жабу үшін. 5 миллион теңге. 5 миллион. Вот Сәкен өте бізде енді күшті адам. То есть қараңыз, ай сайын сізге 5 миллион теңге түсіп тұру керек. Вот есептейік, 5 миллион теңге, яғни ай сайын 5 миллион теңге жаңағы 14%-дық немен есептейік, Каспийдің доходымен есептейік. 5 миллионды 12-ке көбейтесіз, сол кезде бір жылда саған қанша түсу керек? 60 миллион. Енді 60 миллионды 0,4-ке бөлеміз, яғни 14% ай сайын қосылады. Сол кезде ол 428 миллион. То есть 428 миллион деген көп көріну мүмкін, но бірақ әйтеуір 10 жылда егерде бір басталады, можно жинап бірдеңке істеуге, либо бизнес жасау керек. Сонда қараңыз, 428 миллион егерде сіз жинап қойсаңыз, либо каким-то образом соған жете алсаңыз, сіз вообще жұмыс жасамасаңыз болады. Яғни сіз финансовый свободный адамсыз. 4 миллион 28 миллионның, яғни 428 миллион, кешіріңіз, 4 миллион емес. Онда бетик қазір қол жетімді 300 мың дейік. 300 мың дейміз ба? Хотя бы давайте жаңа 428 миллион бітірейік. 428 миллион теңге калькуляторды алып бірге есептесеңіз болады. Соны сіз аласыз да 0,14%, яғни 14% сізге дивиденд болып түседі Каспий банкта. Каспийге салып қойдың 420 миллионды, и саған бір жылдың ішінде 14%-ны есептесең 60 миллион теңге түседі. Вот сен 60 миллионды 12-ке бөлетін болсаң, ай сайын саған 5 миллион теңге түсіп тұр. Либо мысалы 300 мыңмен есептейтін болсаң, 300 мыңды 12-ке көбейтесің, и оны бөлесің 0,4-ке. Вот 25 миллион теңге. Вот представь, Сәкен, сен 25 миллион теңгеге үй алу выбор тұр, либо сен 25 миллион теңгені Каспий депозитке салып қойдың. Қайсысын таңдар едің? Сен 25 миллион теңгеге үй алар ма едің, или 25 миллион теңгеге Каспий депозитке саласың, но бірақ сен 25 миллион теңгеден ай сайын 300 мың теңге доход алып тұрасың. Қайсысын істейтін едің? Депозитке салатын. Вот елдің бәрі негізі 25 миллионға үй алып жатыр қазір. То есть финансовый ошибка деген содада, егерде сіз осындай осы үш этаппен егерде есептей алатын болсаңыз, онда сіз осы финансовый свободаға стремление жасау керексіз. Но бірақ бірінші этап ол хотя бы финансовая защита. 6 ай бойы сізге осы 100 мың теңгеден 600 мың теңге хотя бы жинап қою керек. Вот осындай финанс жайлы бізде бір кішігірім ұзақ разбор болды, пайдалы болды деп ойлаймын. Құрметті ұстаздар, пайдаланыңыздар. Келесі видеода көріскенше.